Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайдалы, әрі жаңғақ дәміне өте бай фитнес піспе нанның рецебін ұсынамын. Бөлме дәрежесіне дейін жібітілген сары майды шекер және жұмыртқамен араластырамыз. Ингредиенттердің толық мөлшерін осы видеоның сипаттамасында таба аласыздар. Алдын ала сумен жібітілген мейізімізді май және жұмыртқа шекер қоспасына қосып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосқаннан кейін қопсытқышпен ас содасын қосуды да ұмытпаймыз. Геркулес және бадам ұнтағын қосқаннан кейін қоспамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Ең соңында қоспамызға ең басты ингредиенттердің бірі бүтін жаңғақтарымызды қосамыз. Қоспамызды соңғы рет жақсылап араластырғаннан кейін осы қоспадан кішігірім бөлшектерді алып, алдын ала дайындалған қаңылтыр табамызға тіземіз. Қаңылтыр табаны міндетті түрде пергаментпен немесе мен секілді силикондық кілемшемен төсеуді ұмытпаңыздар. Піспе нандарымызды духовкаға қоймастан бұрын кішігірім төбесінен басып, дөңгелек пішінін береміз. Піспе нандарымызды алдын ала 160 дәрежесіне дейін жылытылған духовкада, бар болса конвекция режимінде, жоқ болса асты-үсті режимінде 15-20 минут дайын болғанға дейін пісіреміз. Видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және келесі кездескенше.